Қазанда емес, мантоваркіде өте пайдалы ноқат сорпасын жасайтын боламыз. Ең бірінші қазанымызға етті салып, қайнап шыққанын күтеміз. Қайнағаннан кейін көбігін алып, дәміне қарай тұз, бір пияз салдым және ноқатты салып, баяу отта қайнатамыз. Бөлек ыдысқа тауық аяқтарын, үйіңізде қандай көкөністер бар, соның барлығын салсаңыздар болады. Мен болгар бұрышы, кабачки, брокколи және де пияз, картоптың барлығын осылай турап салдым да. Бір ыдысқа қызанақ және де аскөк, укроп үшеуін блендермен езіп, үстінен салдым. Дәміне қарай тұз саласыздар. Барлығын жақсылап араластырып, 1 сағатқа маринадтап қоясыздар. 1 сағаттан кейін мантоваркінің осындай ішіне жайғастырдым да, 3-ші листіне үйдегі бар асқабағымды салып, сорпаның үстіне қойып, баяу отта 1 сағатта пісіреміз. Мен жақында ғана алған Стала дүкенінен алған нағыз таза болаттан жасалған зиянсыз мантоваркілерді қолдандым. Маған қатты ұнағаны ең астында тамақта жасай беруге болады. Қазан ретінде және де мантоварка ретінде де қолдануға болады. Міне 1 сағаттан соң біздің тамағымыз дайын. Сорпасын құйып, үстіне қалаған аскөкті салып жей бересіздер. Өте дәмді әрі өте пайдалы, міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз.